Ал құрметті көрермен, welcome back. Каналға қайттан қош келдіңдер. Бұл каналға біраз уақыт болды, видео түспей кетті. Енді каналымызға қайттан видеолар түсіретін боламыз. Енді каналдың аты ауысты, байқаған шығарсыздар. И форматы да ауысатын болды. Видеолардың тақырыбы кішкене басқаша болады. Каналдың атынан көрініп тұр, Алишер Pain Hunting деп тұр. Сол туралы кішкене бір кіріспе ретінде түсіндіргім келіп отыр. Бұл каналдың жағдайы не болады? Мен не істеп жатырмын? Мен бұл Pain Hunting деген нәрсеге қалай келдім? Енді мен өзім жалпы соңғы 7-8 жыл болды білім саласында жұмыс істеп жүрмін. Білім саласы, әсіресе тәрбие саласы. Мектептермен жұмыс істедік, колледжде істедік. Енді қазір университетте осы тәрбие бағытына жауаптымын. Енді мен ұзақ уақыт бойы өзімді тәрбие жағынан жақсы маман деп білетінмін. Біраз кітап оқығам, біраз психологтармен таныспын. И өзімді бұл салада жақсы білем деп ойлағам. Мен өз баламды тәрбиелеген кезде де жақсы тәрбиелеп жүрдім деп ойладым. Неге? Себебі маған біраз адам ақыл сұрауға келеді. Сен балаңды қалай тәрбиелейсің, не істейсің? Мен оларға айтатын нәрселерім всегда бар еді. Себебі мен біраз кітап оқығаннан кейін всегда бір кеңес, бір ақыл айтуға дайын едім. Бірақ менің үлкен ұлыма 2-3 жасқа дейін мен вообще күшті өзімді керемет әке деп ойлап жүретінмін. Бірақ 3 жасында кризис басталды деп айтайық па балаларда. Балалар еркелейді, қырсығады, жылайды, айтқан нәрсені істемейді, садикке таңертең барған кезде скандал болады, киімді кимеймін, анау деген нәрселер өтеді, бәріміздің басымыздан өткен шығар. Осы кездері мен түсінгенім, мен балама дұрыс әсер ете алмай жатырмын. Кейде болады истерика болады, мен оны ұрсам, кейде күшпен киіндірем, оның қаламаған нәрсесін жасатам әйтеуір, өзімнің авторитетімен, күшімен. Бірақ бұлай болмау керек екенін түсіндім, негізі түсінетінмін всегда. Өзімді кішігірім тиран қылып жүрген сияқтымын баланың көзінше. Вроде мен оған дейін мейірімді әке едім, бірақ бір моментте өзгеріп кеттім. Одан бөлек, мысалы, маған ақыл сұрауға оқушылар келетін, бір кеңес сұрайды, проблемамыз бар, не істесем болады деп. Болмаса әріптестерім, достарым да келген кезде мен әйтеуір бір нәрсе айтатынмын, бірақ жиі байқай бастадым, кейбір ситуацияларда мен не айтарымды білмей қалам. Мысалы, студенттер келеді, неше түрлі ауыр проблемалармен келген кезде, өзінің қорқуларымен келген кезде, мен не айтарымды білмеймін. Мен енді жұбатасың, ештеңе етпейді, бәрі нормально болады, ой, сенің жағдайың қиын екен деп сәл басуға тырысатынмын, эмоцияларын кішкене бастырып, қатты қорықпай қой деген сияқты, бірақ түбірінде проблеманы шешуге көмектесе алмайтынмын. Себебін де білмейтінмін, проблема қайдан шыққан білмегеннен кейін оны шешетін жолын да білмеймін негізі. Осы кездері мен Таразда колледжде сабақ беріп жүрген кезде бізде бір жақсы психологымыз бар еді, апайымыз, Әсем апай, сәлем. Сол кісі бір енді өзінің психология саласынан оқып жатқан кезде Pain Hunting деген бір методиканы көреді, оқиды и бізге бәрімізге ұсына бастайды. Енді мен куратор ретінде менің 26 студентім бар еді. Сол студенттерге жауапты болғаннан кейін бізге бәрімізге кеңес беретін, осы кітапты оқыңдар, экранда шығады. Осы кітапты оқысаңдар, балалардың психологиясын, олардың ойын түсінесіңдер, олармен жұмыс істегенге көмектеседі деді. Сөйтіп бұл кітапты алдым, оқығаннан кейін маған қатты әсер етті, маған қатты ұнады. Кітаптың философиясы, идеясы вообще өзгеше екен, қызық екен, бірақ логикаға қонымды. Мен автормен почти бүкіл нәрсесімен келістім. Оқыдым, бірақ практикада көп қолдану болған жоқ. Жалпы Pain Hunting'та олар Pain Hunting дегеннің өзі адамдарға неше түрлі травма, боль, сол нәрселермен күресуге көмектеседі. Және де одан бөлек «Воспитание с точностью математики» деген кітап бар. Бұл бала тәрбиесіне арналған кітап. Осы кітаптарды оқи келе біраз нәрсені басқа қырдан, басқа ракурстан түсіне бастадым, бірақ сонда да бұл методиканы толық қолдандым деп айта алмаймын. Бірақ одан кейін менің әйелім өзінің кейбір сұрақтарына жауабын табу үшін, кейбір проблемаларын шешу үшін Pain Hunting'ның сеансына жазылғысы келді. Сөйтіп бірінші жазылған кезде эффект кішкене көрдік, қатты емес, бірақ екінші, үшінші рет болған кезде қатты байқалды.
өте үлкен прогресс көрдік. Бір аптаның ішінде әйелім өзінің проблемаларынан құтылып өзгере бастады. И бұған өзімнің көзім жетті. Сол кезде мен таң қалдым. Қалай адам бір сеанс алып сразу результат көре ала ма деген сияқты. Оны бір сказка сияқты көрінді да маған. Сөйтіп біраз уақыттан кейін осы бір 4-5 ай бұрын, ноябрьда ма қателеспесем, мен өзім сеанс алып көрейін дедім. Менде де бір сұрағым болды, запрос деп айтады. И шамамен 2 сағаттай сөйлескеннен кейін, ана Pain Hunter деп айтады, олар мамандар, сол кісімен отырып, мен өз проблемамдың себебін таптым. И сол себебін тауып, проблеманы шештік, түбірін тауып шештік. И менің где-то бір 3 аптадан кейін өзімде бұның әсерін, результатын байқай бастадым. Бірден байқамадым, 3-ші аптада менде бір уже прогресс бар екенін байқадым сол кезде. Сол кезде мен таң қалдым да, и осы нәрсені өзім үйренгім келді. То есть бұл Pain Hunting деген нәрсені олар өздері үйретеді. Pain Hunting деген не деген бөлек бір видео түсіремін, бірақ қазір жалпы мен бұған қалай келгенімді түсіндіргім келіп отыр. Сөйтіп мен курсын оқи бастадым. Уже бір 2 ай болды оқып жатқаныма, әлі біткен жоқ, мен әлі де оқып жатырмын. Бірақ оқып жатқан кезде ішіндегі көрген дүниелер менің көзімді ашты. Былай айтқан кезде мен адамдардың психологиясын, адамдардың ойын, мотив дейді ғой, бір нәрсені істеген кезде ниетін, ықыласын жалпы түсіне бастадым. Адам не үшін бұлай істейді, неге мынадан қорқады, қандай себептер болуы мүмкін. Осыны түсіне бастаған кезде менің айтқан кезде бір суперспособностьтің пайда болған сияқты. Мен уже баламмен де жұмыс істеген кезде басқаша жұмыс істей бастадым. Менің үлкен ұлым уже 5-те. И онымен де қарым-қатынасым жақсара бастады. Кейбір методтарды сонымен де қолдана бастадым. Баланы тәрбиелеген кезде де уже басқа подходтармен. Қазір балам менің айтатын нәрселерімді істейді. Енді толық болмаса да көбісін істейді. Бірақ ұрыс керіссіз, айқайлаусыз. Мен оны бастырып, қинап жасатпаймын. Ол өз еркімен уже істейді. Баламен уже келісе бастадық біз. Бұл мен үшін тағы да бір дәлел болды. Бұл методика оказывается жұмыс істейді екен ғой, практикада бұны қолданып көрген кезде. И курсты өткен кезде бізде теория осы 2 айдың ішінде уже бітті. Енді ары қарай практика басталады. Біз уже адамдарды сеансқа шақырып, кәдімгідей олардың проблемаларын шешуге көмектесеміз. Бірақ мен шыдамсыз болғаннан кейін ба, мен уже 1 ай бұрын бастап кеттім. Мен теорияны өте тез бітірдім. 2 қайта оқып бәрін. И мен практикаға кіріскім келді. Сөйтіп алғашқы клиент деп айтайын ба, алғашқы клиенттерімді таптым. Өз жұмыс орнымда студенттермен жұмыс істей бастадым. Проблемасы бар студенттерді көріп жүретін бұрын соларды тартып, вот осындай проблема бар, давай жұмыс істеп көрейік деп. Енді оларға тегін сеанс, маған бір тәжірибе. Сөйтіп олар келісті, біраз нәтижелер көрдім. Кейбір студенттермен 1 сеанстан, кейбірлерін 2-3 сеанстан. Одан кейін әріптестермен жұмыс істеді. Былай сарафанный радио дейді ғой, мен ешқай жерге реклама ештеңе қоймадым, бірақ таныстар арқылы адамдар маған шыға бастады, достарым шыға бастады. И біраз сеанстар жүргізе бастадым. Сеанстар жүргізе келе, практикада да бұл методика қалай жұмыс істейтінін көре бастадым. И мен өзім таң қалдым, шок болдым. Бұл методиканың қаншалықты эффективный екенін. Одан кейін өзім де 2-ші сеанс алдым, осы жақында ғана. И сол сеанс менің өмірімді қалай айтсам екен, өзгертті десем аз болады. Мен соңғы 14 жыл бойы қиналып жүрген бір проблемамды біз 1 сеанста шештік. 14 жыл бойы менің өмірімді қиындатқан бір мәселе 1 сеанстың ішінде шешілді. И мен қанаттанған сияқты болдым. Бұған дейінгі үлкен бір жүк мойнымдағы 1 сеанстан кейін жоқ болып кетті. Мен кәдімгідей біраз рахаттанып қалдым. Мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Мен просто осы нәрселердің бәрін көрген кезде өзім таң қалдым. Хотя мен өзім скептик едім, басында қатты сенбеген едім, бірақ әйелімнен результат көрдім. Өзім сеансқа барғаннан кейін оқып көрейін деп кухнясын бәрін көрген кезде неше түрлі дүниелер ашылды маған. И осы дүниелермен бөліспеу мүмкін емес болды. Мен бұны айналамдағы бүкіл адамдарға айта бастадым. Сол үшін де клиент табу оңай болған шығар, потому что менің әсерленгенімді олар көріп, олар да қызыға бастады. И процесс басталып кетті. Қазір сеанстар алудамын, адамдар келеді и неше түрлі жағдайларды қарастырамыз. Просто осы каналда мен осы Pain Hunting'та үйренген нәрселермен, маған ашылған нәрселермен
бөліскім келіп отыр. Бұл нәрселерді бөліспеуге болмайды, потому что бұл нәрселер менің өміріме қатты әсер етті, жақсы жаққа, и сіздерге де көмектеседі деген үміттемін. Сол үшін мен осы каналда не көре аласыздар, пейнтхантинг туралы айтамын. Пейнтхантингтен бөлек неше түрлі методикамен бөлсем, неше түрлі адамдардың проблемаларын, ең жиі кездесетін проблемаларды талқылауға тырысамыз, себептерін іздеуге тырысамыз, ол проблемаларды қалай шешуге болатынын сіздермен кішігірім болса да бір пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Және де ең үлкен тақырыптардың біреуі бағанағы мен үшін өте қызық болатын бұл тәрбие, бала тәрбиесі. Біз балаларымызды тәрбиелеген кезде қандай қателіктер жасаймыз, қандай мүмкіндіктерді пайдаланбаймыз, біздің кейбір істейтін нәрселеріміз балаға қандай әсер етеді, қандай кері әсер етеді, қандай наоборот жақсы әсер етуі мүмкін. То есть осы нәрселерді мен өзім бұрын білем деп ойлап жүрдім, бірақ оказывается айсбергтің төбесін ғана біледі екенмін да, түбінде ана жақта үлкен дүниелер бар екен. Осы нәрселермен бөліспеу мен үшін білмеймін мүмкін емес, бөлісу шарт еді да маған. Сол үшін осы каналда фокус осы нәрсеге бөлінетін болады. Сіздермен бала тәрбиесі, одан бөлек өзіміздің жеке қорқуларымыз, травмаларымыз, бізді мазалайтын кейбір мәселелер болсын. Травмадан бөлек біз кейбір нәрселерді жасай алмаймыз. Маған мысалы студенттер келеді, мен ағылшынша үйренгім келеді, бірақ үйрене алмаймын, бастаймын, тастап кетемін дейді. Не істеуге болады, қандай методика қолдануға болады? Осындай сұрақтарға пейнтхантинг арқылы шешім табуға тырысамыз. Мен үшін бұл да мен әлі курсты оқып жатырмын, әлі бітпеді, бірақ соның өзінде мен уже көптеген результаттар көріп жатырмын. Курсты оқи тұра неше түрлі заттарды үйренген сайын, көрген сайын сіздермен де бөліскім келіп отыр. Осы каналда соларды біртіндеп асықпай бөлісіп отырамын. Сіздерде сұрақтар болса, обязательно комментария қалдырсаңыздар болады. Мен астына өзімнің контактыларымды қалдырып кетемін, маған жеке шықсаңыздар болады. Жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, бәлкім соларды видео форматында да түсіріп көрсететін боламыз. Одан бөлек мен енді сеанстар жүргізген кезде неше түрлі қызық оқиғалар шығады. Адамның жылдар бойы қиналған нәрсесі бір кішігірім нәрседен шығуы мүмкін. Сондай нәрселерді кейстарды қарастыратын боламыз. Осы кейстарды сіздер де көріп, бәлкім сол қателікті өздеріңіз істемейсіздер, бәлкім балаңызға ол қателікті жасамайсыздар. Енді менің үмітім осы видеолар арқылы сіздерге бір пайда әкелгім келіп отыр, бір тиімді ақпарат бергім келіп отыр. Неге? Себебі мен өзім бұл ақпаратты көрген кезде мен таң қалғам, сіздерге де үлкен пайда істейді деген сенімдемін. Қысқаша осы каналдың жағдайы осы. Бұл видеоны көрген болсаңыздар, келесі видео сразу пейнтхантинг туралы болады. Пейнтхантинг деген жалпы не, қайдан шықты, ол вообще психология ма, жоқ па, соны қысқаша түсіндіріп кіріспе жасағым келіп отыр. Ары қарай неше түрлі тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Менде идея өте көп, түсіретін материал өте көп. И сіздердің көмектеріңізбен, сіздердің сұрақтарыңызбен тағы да материал жинала береді, контент өте көп. Сіздерде егер осы тақырыптарға қызығушылық бар болса, каналға жазылып қойыңыздар. Сұрақтар болса, обязательно жазыңыздар. Мен барлығын оқимын, мен бәрібір. Мені көретін адамды көп емес, қазір бүкіл бәріне өзім жеке жауап бере аламын. Ешқандай көп қиындық тудырмайды. Сол, айтқым келген осы. Формат көреміз қандай болатынын. Пока осылай бастағым келіп отыр. Келесі видеода кездескенше.